Қайырлы күн, оқушылар қалайсыңдар? Бүгінгі сабағымыз осындай форматта болады, оқушылар. Бұл сабақ алдын ала жазылған, қазір лайв форматта болып жатқан жоқ, бірақ сендер бұл сабақты лайв форматта қарайсыңдар. Солай істеуге тура келіп тұр, өйткені белгілі бір жағдайларға байланысты мен қолым босамай тұр. Кешке сол үшін бұны таңертең осылай жазып қойып жатырмын видеоны, бірақ сендер қазір лайв форматта қарайсыңдар бұл видеоны. Енді как обычно 20 есеп математика, сосын 30 есеп сандық сипаттама талдаймыз, жарай ма? Так, бірінші есептен бастай берейік, сразу есептеңіз. Мына жақта оңай, бұлар бірінші мына амалды бастаймыз. То есть мына бірінші мына жеткізсек, қысқартып жібересіңдер, 3 болады, мына жерде қысқартып жібересіңдер, мұнда 8 болады, дұрыс па? Сонда 8-ден 3 шығып тұр бірінші амалда. Екінші амалды қарайық. Мына жерде минусты ойламай қойыңдар, өйткені бәрібір де ол жерден плюс шығады ғой. Так, 24-тен 5 көбейтілген 2-ден 5 қысқарады, мына жақта 1 деп қояйын, оны жазбай ақ қойсақ та болады негізінде. Мына екеуін қысқартсақ 12-ден 1 шықты. Енді үшінші амал, оны біз мына жаққа жазсылайық. 8-ден 3-тен азайтамыз, азайтамыз нені? 12-ден 1-ді. И азайтамыз 6-тан 1-ді. Енді бұлардың бәрінің ортақ бөлімі бізде неше? 24 қой. Мына жаққа 3 көбейтіледі. Мына жаққа 2, ал мына жаққа бізде көбейтіледі неше? 4. 9-дан 2-ні және 4-ті азайтқан кезде бізде неше болады? Так, мына жерде азайту 3 болады, мұнда 24. Ең қысқартатын болсақ, екеуін 8-ден 1 шығады. Яғни жауабымыз бұл жерде бұндай жауап жоқ екен. 8-ден 1 деген балалар біз 125-ке көбейтесіңдер. 125-ке көбейтсеңдер, сендерде 1000-нан 125 шығады. Яғни 0,1000-нан 125 деп осылай жазсақ болады. Жауап сондықтан мынау болады. Б болады. Так, екінші есеп. Өрнектердің мәнін салыстырыңдар дейді. Так, мына жерде мына А-ны істейтін болсақ, қараңдар, модульдің ішінде бізде -2 -3 ол -5, дұрыс па? -5 азайтылған 4 деген шығады. Модульдан шыққан кезде жай ғана 5 шығады, одан 4 азайтсақ, А-мыз ол 1-ге тең болады екен. Бұны істейік. -5 азайтылған, мынау модульдан шыққан кезде просто 2 болып шыққанмен, бірақ алдындағы минусы бар ғой. Сондықтан мына жерде -5 -2 ол -7 болады. Келесі. Так, С-ны қарайтын болсақ, мұн жақта модульдің ішінде бірінші мына жақшаны ашып жіберейік. Мына жақша ашылған кезде міне -2-ге -3 көбейтіледі та балалар +6 шығады. Яғни модуль жақшаның ішінде -5 +6 -1 деген шығып тұр. Бұл бізде 1 -1 яғни 0 болады. Ішіндегі ең үлкені получается бізде А болып тұр, одан кейінгісі С болып тұр, оның алдындағысы Б болып тұр. Получается жауап Б, С, А деген болу керек, С болады екен. Үшінші есеп. Жинақ банкке 9% жылдық өсіммен. Қанша мынау? Так, міне. 5 миллион теңге салынды. Жинақ банкке салынған осы ақша 1 жылдан соң қанша теңге болады дейді. 1 жылдан кейін қараңдар, ол мынау 100% ақша деп ойлаймыз. 1 жылдан кейін оған 9% ақша қосылады. Түсінікті ма? 1 жылдан кейін ол 109% болады. Сондықтан міне бұны 5 миллионды аламызда 109%-ке өтеміз. 109% дегеніміз ол енді 10-дық бөлшекке айналдырсаңдар 1,9 болады. Көбейткен кезде енді мына жақта мына екі жауап болуы мүмкін емес, өйткені ақша көбейеді. Енді қайсысы болады екен? Просто 109-ды 5-ке көбейтіп көрейікші бірден. 5 4 ойда 545. Яғни мына жауап болмайды. Бәрібір де осы жауап болады. Яғни 5 миллион 420 мың теңге болады екен 1 жылдан кейін. Так, енді келесі 4-ші есеп. Тиімді тәсілмен шығарыңдар. Тиімді тәсіл деп тұрғаны не екен мына жерде? Мына жақшылардың бәрін жоқ деп ойласаңдар ғой, өйткені жақшылардың алдында тек қана бізде плюстар тұр ғой. Ол плюстар еш нәрсені өзгертпейді, еш нәрсеге септігінде тигізбейді, сондықтан да ол мына жақшылар керек емес бізге. Енді тиімді тәсілмен қосқан кезде бізге ыңғайлы бөлшектер қосайық, яғни астылары бірдей қосайықшы. Мысалға, мына жерде 3-тен 1-ге апарып мына 3-тен 2-ні қоссам, 3-тен 1-ге 3-тен 2-ні қоссақ, балар ол 3-тен 3 шығады. 3-тен 3 деген ол 1-ге тең. Плюс мына жерде 5-тен 4 қосылған 5-тен 1, ол да 5-тен 5, яғни 1-ге тең. Сосын 6-тан 1-ге 6-тан 5-ті қоссақ, тоже 1-ге тең. Сосын міне 8-ден 1-ге 8-ден 7-ні қоссақ, тоже 1-ге тең. Получается, бәрін қосып шықтым, сонда жауап 4 шықты. Бесінші есеп. Екі санның қатынасы 4-ке тең, яғни қатынасы 4-ке тең десе балалар 4-ті бөлшекке айналдырамыз.
4 бөлінген 1 деп, потом оны мынандай қатынас түрінде жазамыз. Яғни екі санның қатынасы 4 емес, 4 бөлу 1 дегенге тең. Оның соңғы мүшесі 9-ға тең болса, қатынастың алғашқы мүшесі. Міне, бірінші сан, екінші сан. Мынау 4х, мынау 1х деп аламыз. Соңғы мүшесі деген мынау соңғысы. Сол 9-ға тең дейді. Яғни x-іміз 9-ға тең. Онда мына сан неге тең дейді? Бұл бізде 4 көбейтілген x қой. 4 көбейтілген 9 ол 36 болады. Яғни бірінші санымыз бізде 36-ға тең екен. Алтыншы есеп. Так, мына жерде жақшыларға қасайық. Бірінші очередте солай ыңғайлырақ болатын шығар. Жақшанасақ минус 8,78 плюс болатын жақта шатаспайық 2,6-1. Енді мына жақшаны ашқан кезде міне. Так, минусқа минус плюс 2,7 минус 1,6-1. Енді мына жақшаны ашқан кезде плюс 5,78 плюс 0,3. Енді мына жерде де балалар ыңғайлы бөлшектерді қосып алсақ. Ыңғайлы деп, яғни мысалы мына екеуіне тең болады. Қараңдар, 2 плюс 2,6-1 минус 1,6-1. Мына жерде үлкеннен кішісін азайтамын. Үлкеннен кішісін азайтсақ, яғни мына бөлшекте азайтқан кезде бізде 1, ал мына екеуі 0 болып кетеді азайтылған кезде. Яғни 1 бүтін ғана қалады. Ары қарай мына екеуін қарайықшы міне. Мына екеуін қарасақ көріп тұрғанымыздай минус 8,78, мына жақта 5,78. Яғни мына жақта явно минус 3 шығады. Көрініп тұр, одан кейін мынау қалды. Мына екеуін қоссақ бізде плюс 3 шығады. Сонда көріп тұрғанымыздай жалпы 1-ге тең болады екен. Өйткені мына екеуі 0. Так, енді балалар мына жақта мына есепті былай шығаруға болады. Мына жерде модульдің ішінде 7x азайтылған 12 тең болады модульдің ішінде x. Модульдің ішінде 7x-ті былай жазуға болады. Мысалға, модульдің ішінде мына x онша емес болып қалды, Оны біз былай жазсақ болады, балалар. 7 модульдің ішіне x деп. Яғни мына 7-ні сыртқа шығарып осылай жазуға болады. Енді мен осыны осылай жазып аламын міне. Сосын не істеймін? Мына модуль x-ті былай қарай жіберемін, ал 12-ні мына жаққа қарай ауыстырамын. Сонда модульдің ішінде 7 модуль x қосылған, жоқ қосылған емес, азайтылған болатын жақта модуль x тең болады 12. 7 модуль x-тан мынау 1 модуль x деп ойлаңдаршы, азайтсақ неше болады? 6 модуль x тең болады 12-ге. Осы жақтан модуль x-іміз тең болады, екеуін қысқартсақ 2 болады. Енді модуль білесіңдер 2 болып шығады. Ол бізде жауап 2, жауап минус 2 болып тағы бір жауап шығады. Сондықтан біз мынаны белгілейміз. Сегізінші есеп. Так, мына жерде пропорцияны біз былай жазсақ та болады, балалар. Мынаны 6 бөлінген 7 деп былай жазсақ болады. Мынаны x так бөлінген, пока күте тұрайық, мынаны 7, мында 3 кетеді. Сосын бүйтіп көбейтуге айналдырайық та бірден. Мында 3 кетсін, мында 7 кетсін. Сосын көбейте саламыз. 6, мында 7 тең болады 3x, мында 7. Осылай шығарсақ та болады. Енді астылары бірдей болса, балалар, негізінде крестикпен көбейтсеңдер болады. Бірақ егер екі жақтың да астылары бірдей болса, просто астыларын жоқ деп ойласаңдар да болады. 6 тең болады 3x. Астылар бірдей болса, даже керек емес былай. Крестикпен былай көбейтіп. Міне қысқартамыз, 2 тең x. X тең 2. Жауап А болады. Енді 9-ы шығарайық. 9-да көріп тұрғандарындай балалар, бұл жерден крестикпен көбейтеміз, яғни метод бабочки деп айтамыз міне. Мынаған былай көбейтеміз. 2-ні міне екеуіне көбейтетін болсақ, 2x минус 1 болады. 3-ке көбейтетін болсақ, 6x плюс 3 шығады. X-тарды былай қарай жинайық, сандарды былай жіберейік. 2x минус 6x 3 қосу 1. Мына жақта минус 4x шықты, мына жақта 4 шықты. X тең 4-ті минус 4-ке бөлесіңдер, минус 1. Так, 10 есеп. 800 грамм тұзды судың 30%, 8 грамм тұзды судың 30% тұз. Осы судағы тұз 20% болу үшін оған неше грамм су құю керек? Так, 4-3-тер әдісімен шығарайық. Енді қараңдар. Мына жерде 30% не бар, балалар? Тұз бар екен. Тұздың мөлшері жазылған, Сосын ол 20% болу керек.
иә, ол үшін біз су қосу керекпіз. Егер су қосатын болсақ, ол жерде тұз, мына жақта тұздың проценттері жазылу керек төртбұрыштарға. Ол жерде ешқандай тұз жоқ, сондықтан 0% деп жазасыңдар. Салмақтардың астына жазамыз. Мына 800, ал мынаның салмағы бізге белгісіз, как раз таки. Сонда мынаның салмағы 800 плюс x болады, иә. Осы жерде мына көбейтумен істейміз. 830-ды көбейтеміз нешеге? 800-ге. 24.000. 0-ді x-қа көбейтсек, балалар 0 болады, оны жазбай қояйық. 20-ны мынаған көбейтсек, 16.000 қосылған 20x. 16.000-ды былай қарай жібереміз, сол 24.000-нан азайтылады да, сендерде 8.000 шығады. 20x. Енді міне екеуін қысқартсақ, міне жалпы 400 шығады. Яғни оған 400 грамм, міне. Мына x деген ол судың салмағы, міне. Су. Значит, 400 грамм су қосылу керек екен. 11-ші есеп. Егер тік бұрыштың 3/1 бөлігіне жазыңқы бұрыштың 9-дан 5-ін қоссақ, қаншаға тең болады? Тік бұрыш дегеніміз 90, оның 3/1 бөлігі табу үшін 3/1-ге көбейтеміз. Қосылған жазыңқы бұрыш 180, оның 9-дан 5-ін көбейтеміз. Сөйтіп қосамыз екеуін. Сонда мына жақта бізде қысқарады 30 градус шығады, мына жақта екеуі қысқарады, мына жерде 20. 20-ны 5-ге көбейтеміз 100. Яғни екеуін қоссақ 130 градус пайда болады екен. Так, 12-ші есеп ықшамдаңыз деп. Мына жақта жақшыларды ашамыз, кезек-кезек көбейтеміз. -5-ті мынаған көбейтсек 15, мынаған көбейтетін болсақ 5а. Так, мына жақта 6-ны екеуіне кезек-кезек көбейтеміз, сол кезде алтын таңбасы плюс, ұмытпаймыз, Так, мына жақта -6а болады, мына жақта -18 болады. Ары қарай. Енді -5-ті мынаған көбейткен кезде -5-дің таңбасы мына жерден минус. Ұмытпайық, сонда плюс 15 -5а. Так, мына жерде мен көріп тұрмын, балалар, міне плюс 5а мен минус баса бізде 0-ге айналады. Тағы да 0-ге айналатын бар ма? Онда жоқ сияқты, Так, мына екеуі бізде жоқ, пока біз мынаны жазып алайық. -6а. Мынаны жазып алдым. Енді міне. Так, былай үшеуі сызып қояйын. Мынандай сандар бар бізде. -18 плюс 15, ол бізде -3. Мына жақта мынаның таңбасы плюс. -3 плюс 15, ол бізде плюс 12 болады. Осындай жауап керек бізге. -6а плюс 12. Көріп тұрғанымыз ондай жауап жоқ. Мына жауап дұрыс емес. Мына жауапта келмейді, мына жауапта келмейді, С ғана келетін сияқты. С-ны жақшаны ашып көретін болсақ, балалар. Қараңдар, мен мына жерде мына 12-ні бірінші жазсам болады. 12-ні жазсам, оның таңбасы плюс қой. Плюс жазылмай-ақ қойсақ болады. Яғни плюс 12 деп жазбай, просто 12 -6а деп жазсақ болады. Енді мына жақшаны жазатын болсақ, көріп тұрғандай. Тоже самое. 6 мен 2 көбейтеді де 12 -6а шығады. Көріп тұрғанымыздай бірде болғандықтан осы С-ны белгілейсіңдер жауапқа. Ұйымның алғашқы бағасы 2800, оның арзандатылған бағасы 2380. Ұйымның неше пайызға арзандатылған дейді. Оны табу үшін өте оңай. Так, алғашқы бағаны 100% деп аласыңдар, Ал мына соңғы бағаны аламыз x деп. X-ті табу үшін 2380-ді көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 2800-ге. Міне 2 0 мен 2 0 кетті. Енді мынаны мен 28-ге бөлу керекпін. 2380 бөлінген 28. Так, нешеден берсек болады екен. Так. Так, 8-ден берсек 4 6 ойда 18 22, 4 1 0. Арғай 5-ден береміз, 140 болады как раз. Яғни 85%. Мынау 100% болса, мына баға бізде 85%-ді құрайды екен. Сонда неше пайызға арзандатылған деп тұр. Яғни жауап 15%-ға арзандаған екен. Так, енді балалар, теңдеудің түбірлерінің қосындысы десе, мына есеп логикаға берілген есеп. Енді теңдеудің түбірлерінің қосындысы десе, былай істейсіңдер. Главный теңдеудің, мысалы, мына жерде модуль x, модульдің ішінде минус x тең болады. Мына жақта так, не істеу керек? 56,7 көбейтілген. Жоқ, күте тұрыңдар. Мен сәл шатасып отырмын. Өшіре салайын жерде. Мынаны алып мынаған көбейтем, сосын бөлемін мына санға.
Енді қараңдар, сонда 56,7 көбейтілген 48,3 көбейтілген 3,1 бөлеміз неге? Минус 237-ге. Бұл жерде біз мынаған назар аударсақ оқушылар, біз назарымызды мына затқа аударсақ, мына жақта модуль, дұрыс па? Модульдің ішіне минусына қарамай ақ қойыңдар, ол бәрібір де ешнәрсе өзгертпейді. Модульдің ішінде тұрған минус, оны алып тастасақ болады, дұрыс па? Енді мына жағында теріс сан шығады, иә? Енді бізде мынандай модуль ешқашан теріс санға тең болмау керек. Жарай ма? Сондай маңызды ереже бар. Модуль ешқашан теріс санға тең болмайды. Мына жақта біз көріп тұрмыз, теріс сан шығады, өйткені бұл жерде минус бар. Сондықтан бұл есептің шешімі жоқ деп жазасыңдар жауапқа. Так. 15-ші есеп ықшамдаңыз дейді. Ықшамдаймыз, мынаған көбейтеміз, сосын мынаған көбейтеміз. Енді мынаған көбейтетін болсаңдар, балалар, бұл жерде сенде 0,6 y болады. Мынаған көбейтетін болсақ, бізде 2 болады. Мынаған және мынаған көбейтетін болсақ, бізде минус 3 плюс 0,6 y. Так, 0,6-ға 0,6 қосылған кезде бізде 1,2 y болады. 2-ден 3 азайтатын болсақ, минус 1 деген осындай шығады. Енді мен көріп тұрғандай дұрыс жауап мына а болу керек, өйткені жақшаң ашатын болсақ, міне көбейтілген кезде 1,2 y, сосын мынаған 5-ті көбейткен кезде 1 шығады. Сондықтан жауап бұл жерде а болады. Енді 16-ші есеп. Так, жақшаң ашатын болсақ, 5x мына жерде 2 көбейтіледі, әрқайсына 2x минус 8. Сосын минус 2 бар сыртында, тең болады. Мына жақта бірінші мына жақшаң ішін ашып алсақ, не болады? X плюс 1 минус 3 ол дегеніміз x неге тең? Минус 2-ге тең. Яғни жақшаң ішінде осындай шықты деп ойлайық. Жақшаң ашқан кезде 3-ге көбейтіледі да 3x минус 6 шығады сендерде. Сосын 5x плюс 2x-ті жазайық. Мына 3x-ті алып келейік, ол минус 3x болады. Тең дейміз, мына жақта минус 6 бар, оның жанына плюс 8 плюс 2 етіп мына санды аударамыз. Сонда мына жақта бізден неше шығады? Мына жақта 0 шығып кетті балалар. 0x емес, балалар көбісі осылай ойлайды мына жақта. А жоқ, 0x деп бұнға қойып кеттім. 1 минут сәл арасына қойып кетеміз да, осылай. 4x болады мына жақта. Ал мына жақта неше болады? Так, мына жақта тоже 4 болады. X тең 1-ге онда жауап. Так, ұзындығы 3,5 метр темір білеушінің салмағы 8,175. Осы білеушеден 2 метр қиып алғанда қандай қалған бөлігі неше килограмм болады дейді. Так, енді қараңдар. 2 метр қиып алғанда қалғанының. Жақсы. Бұлай болып тұр, бала пропорция бұлай құрастырды. 3,5 метр, ол 8,175 килограмм болады. 2 метр қиып алып тастаса, мынадан минус 2 метр алып тастайтын болса, қанша метр қалады? 1,5 метр қалады ғой. Соның салмағы қанша? Оны x деп ала саламыз. Осындай пропорция құра саламыз. Енді бұл жерде оңай жолы бізде қалай? Пропорцияны шығарған кезде міне 1,5-ды көбейтеміз 8,175-ге, 175-ге бөлеміз 3,5-ге. Так, міне. Қараңдар, мына өтірден кейін үстінде 3 сан көріп тұрмын. 1, 2, 3. Мына жерде бір ғана сан. Сондықтан 2-ні жалғайсыңдар да бүкіл жерден өтірлерді алып тастауға болады. Енді максимальный қысқартуға тырысып көрсек балалар. Максимальный қысқартуға. Қазір қарайық, бізде 875, ол 125-ге бөлінеді ғой. 3500 тоже 125-ге бөлінеді. Так, мынаны 125-ге бөлетін болсақ, бізде 7 болады. Мынаны 125-ге бөлетін болсақ, балалар 28 болады екен. 7 мен 28 қысқартып жібересің, мұнда 4 болады. Үстінде 15, астында 4 шығып тұр. Ол дегеніміз мына жаққа қарай жазайық. Неше? 3,4-тен 3. Не болмаса 3,175 килограмм. Он жетінші есеп. Өзен ағысында екі айлақ арасын қайық ағыспен 4 км сағатта жүрсе, ағысқа қарсы 5 сағат. Қайықтың меншікті жылдамдығы 36 болса, өзен ағысындағы екі айлақтың арасы қанша километр? Мынау екі айлақ болсын, өзен осы екі айлақтың арасын осылай ағып жатыр деп ойлайық. Былай қарай жету үшін 4 сағат кетеді, былай қарай кері жету үшін 5 сағат кетеді. Қайықтың өзінің жылдамдығы 36, өзен ағысының
мына екі айлақтың арасы дейді. Енді қараңдар, қайықтың жылдамдығы белгілі, ол 36. Енді ағыспен жүрген кезде ағыспен және ағысқа қарсы дей салайықшы. Ағыспен жүрген кезде оның жылдамдығы балар 36 плюс мына судың жылдамдығы x деп алайық. Мына жақта суға қарама қарсы жүрген кезде 36 минус x болады. Енді былай жүрген кезде балар бізде неше сағат құртты? 4 сағат кетті. Ал былай жүрген кезде бізде 5 сағат кетті. Осы екеуін көбейтеміз да біз теңестіреміз. Өйткені мынау балар жылдамдық көбейтілген уақыт ол жолды береді, яғни екі айлақтың арасын. Мына жерде де жылдамдық көбейтілген уақыт ол жолды береді екі айлақтың арасы. Сондықтан екі айлақтың арасы тең ғой. Мына жаққа былай барсаң да бірдей жол жүресің, сондықтан екеуін теңестіресіңдер. Мына жақта көбейткен кезде бізде неше шығады? Так, 144 шығады, қосылған 4x. Мына жақта 180 азайтылған 5x. Так, 5x-ті былай, 144-ті былай қарай жібересіңдер. Сонда 4x қосылған 5x 180 азайтылған 144. Бұл 9x тең болады 36-ға, x-іміз тең болады 4-ке тең болады. X дегеніміз балар білеміз, x дегеніміз ол өзен ағысының жылдамдығы. X ол өзен ағысының жылдамдығы, то есть судың жылдамдығы 4 екен. Енді қараңдар, біз логически түсіне салайық. Судың жылдамдығы 4 болса, мына катер болса, катердің жылдамдығы былай жүретін 36 болса. Өзен ағысымен жүрген кезде 36-ға 4 қосылады. Яғни жылдамдық 40 болыпты. Және ол өзен ағысымен жүрген кезде неше сағатта жеткен? 4 сағатта жеткен. Онда 40-ты 4-ке көбейтсек, мына екі жердің ара қашықтығы шығады ғой. Сондықтан бұл бізде 160 болады. Он 9-шы есеп a плюс b тең 13, b минус c тең 5, онда a плюс c неге тең дейді? Так. Бұл бізде мынандай есепте a плюс b тең 13, b минус c тең болады 5 дейді. Мына бізде теңдеулер жүйесі дейміз. Бізден a плюс c сұрап тұр, сондықтан мен былай жасаймын. Қараңдар. Үстіңгі теңдеуді дымға көбейтпеймін, астындағы теңдеуді минус 1-ге көбейтіп жіберемін. Сол кезде үстіндегі теңдеу еш нәрсе өзгермейді. a плюс b тең 13 болып тұра береді. Ал астындағы теңдеу ол минус b және плюс c болады. Тең 5. Енді, тең минус 5 болады. Жақта. Бәрін көбейтеміз минус 1-ге. Енді сол кезде мына екі теңдеуді бір-біріне қосып жіберемін. Қосып жіберген кезде көріп тұрғандай, балар мына жақта плюс b, мына жақта минус b, екеуі жойылады да, теңдеудің сол жағында a плюс c шығады. Ал оң жағында 13-ке минус 5-ті қоссақ, ол қосылмайды, азайтылады ғой. 13-те минус 5 азайтылған кезде 8 шығады. Яғни аға сана қоссақ, балар 8-ге тең болады екен. Так, математикадан бүгінгі соңғы есеп. Үшбұрыштың ауданының шаршының деген арқылы кеткен. Шаршының ауданына пайыздық қатынасын табыңыз дейді. Шаршының ауданына пайыздық қатынасын. Так, енді қараңдар. Шаршының мына бір клетка 1 см деп алайық, өйткені бұл жақта жазылмаған, сондықтан да ала берсек болады. Өзімізге есептеу үшін 1 см болса, мынау бір клетка. Енді шаршының ауданын қарайық, сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни шаршының ауданы бізде 6 көбейтілген 6 36-ға тең. Енді бізге шаршының мына үшбұрыштың ауданын табу керек. Үшбұрыштың ауданын қалай табамыз? Үшбұрыштың ауданын табу үшін оңайырақ жолы мынандай. Қараңдар, мен былай істесем болады, например. Мынаны 2-ге бөлсем болады осылай, 2-ге бөлдім. Мына пайда болған үшбұрыштың ауданын тауып 2-ге көбейтсек болады. Бұл үшбұрыштың ауданын табу үшін болар, мына былай қояйын ба? Осы үшбұрыштың ауданын қалай табамыз? Оны табу үшін міне. Мына жақ қабырғасын салайым және мына екі тік қабырғасын салайым ғой, міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Мына жақта неше? 1, 2, 3. 6-ға 3-ті көбейтеміз, 2-ге бөліп тастау керекпіз. Өйткені бұл үшбұрыш, жарай ма? Қысқарады 3, сонда 9 шығып тұр. Яғни мынаның ауданы бізде 9-ға тең екен. Онда мына жақтың да ауданы 9-ға тең ғой. 9-ға 9 қосып жіберейік, сонда 18. Енді бұл біз жалпы үшбұрыштың ауданын тауып алдық, ол 18-ге тең екен. Енді айтады, үшбұрыштың ауданының шаршының ауданына пайыздық қатынасы десе, үшбұрыштың ауданын бөлеміз шаршының ауданына және 100%-ға көбейтеміз. Так, міне қысқарады, 2-ден 1 болады, дұрыс па? 100-ді 2-ден 1-ге көбейтсек, 50% болады. Осындай есеп. Жақсы балалар, біз математика бітірдік, енді сандық сипаттамаларға кірісеміз.
Так, сандық сипаттамаларды барлығы балалар бәріміз білеміз. Бізге не болу керек, иә? 15 минуттың ішінде жасау керек, сондықтан тез жасаймыз. 75-тің бөлгіштер саны. 75-те қандай бөлгіштер бар? Бұлда 1 бар, бұл бізде 3-ке бөлінеді, бұл бізде 5-ке бөлінеді, сосын 15-ке бөлінеді, 25-ке және өзіне бөлінеді. Ал мына жақта ше 1-ге бөлінеді, мынау 2-ке бөлінеді, иә? Аха. 3-ке бөлінбейді, 4-ке бөлінеді мынау. Аха. Енді 7-ге бөлінеді, 8-ге бөлінеді, иә? Сосын 14-ке бөлінеді, 14-ке бөлінеді, сосын 28-ге бөлінеді, 26-ға бөлінеді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мұн жақта көп екен. Жауап қой болады бірде. Өрнектің мәнін салыстырыңдар дейді. Аха. Мұн жақта өтірден кейін неше сан? Соны салыстырайық. Қарандар, мұн жақта өтірден неше рет жылыстам? Өтірден құтылу үшін қарандар. 1, 2, 3, 4, 5, 6 рет жылыстам. Мұн жақта да солай 6 рет жылысту керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6 рет жылыстам, сондықтан 0 қосам. Получается, мұн жақта бізде 20 шығады, бөлінген 4. Бұл бізде 5-ке тең. Мұн жақта қарандар, өтірден неше сан? Бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5 сан. Сондықтан мұн жақта 5 нөлді алып тастау керек. 1, 2, 3, 4. Мынаны ала алмаймын, сондықтан былай істейсіңдер. 0,2-ні көбейтеміз. Нешеге? Мынау бізде 2-ке деп ойлаймыз. Сонда 0,4 шығады. Көріп тұрғанымызда бізде А бағамызда көбірек екен. Так, 53-тен 59-ға дейінгі натурал сандардың қосындысы шеткі мәндерін қоса алғанды дейді. Так, мұн жақта балалар, мына есеп негізінде санды 0-ге бөлуге болмайды балалар. Санды 0-ге болмайды. Мұн жақта мысалы 21 көбейтілген 21 бөлінген 0 көбейтілген 0. Мұн жақта есеп ақпарат жеткіліксіз болады, өйткені санды 0-ге бөлуге болмайды. Мұн жақта ширегінің жартысының 3 еселігі дейді. Яғни 192-нің ширегі деген оның 4-тен 1-і, иә? Жартысының десе 2-ден 1, 3 еселігі десе 3-ке көбейтеміз. Яғни міне 4-ке 2-ні көбейтсек 8 ғой. Сол 8-мен мынаны қысқартса болады. Мынаны 8-ге бөлсек, 192-ні 8-ге бөлсек неше болады? Бұл бізде 24, иә? 24-ті 3-ке көбейтсек 72. Енді 192 санының 3-тен 1-нің 4-тен 1-нің 5 еселігі. Яғни жақта 3 пен 4 көбейтсек 12, сосын 192-ні бөлесіңдер 12-ке. Сол кезде бізде неше шығады? 16 шығады. Енді получается міне 16, 16-ны 5-ке көбейту керек, 16-ны 5-ке көбейтсек бізде 80. Сондықтан бұл жақта Б жауап болады. Енді жай жұпсан десе балалар, жай жұпсан ол тек қана біреу, ол 2. Қалған жұпсандар, қалған жай сандардың бәрі тақ. Ал мұн жерде мынадан мынаны аз айтатын болсақ, бізде 1 бүтін неше? 115. Оның квадраты 1,115-те 1,115-ке көбейтеміз. Енді балалар бұл жерде 115-те 115-ке көбейтіп көрсеңдер болады, эксперимент ретінде. 115-те 115-ке көбейтсеңдер, сендерде мынандай шығады. Осыны жат 13225. Өтірден кейін 4 сан тұр ғой, сондықтан міне мына жерге қойсыңдар, сонда көріп тұрғанда бізде Ада көбірек болып тұр. Ең кіші 3 таңбалы жай сан. Ең кіші 3 таңбалы жай сан. Так, ол бізде 101 екен. 101 ау шамасы. 101 ол жай сан сияқты 101. Мына жақта, ал мынаның квадраты ол бізде 101-ден көп болады екен. Так, 10 000. Мына жерде былай істейсіңдер ғой, балалар, мынаның квадратын түсіну үшін міне 10 025 дегенде біз өз-өзіне көбейту керекпіз. Сол кезде примерно түсінуге болады, иә? Не болмаса бұның да оңай жолы бар ма екен? Мынау бізде 10 бүтін 100-ден 1000-нан 25. 1000-нан 25. Так, күте тұрыңдар, 1000-нан 25. Мінекені қысқартсақ бізде 1-ден 40, иә? Көбейтілген кезде бұл жерде бәрібір балалар 101-ден кішкентай болады. 101-ден кішкентай болады. Өйткені так, мынау бізде 40-тан 1 деген ол ешкім кішкентай сан, ол көбейткен кезде еще кішірек кетеді. Сондықтан да қазір. Так. 10 025-те. Иә, балалар бұл жақта өте кішкентай сан шығып кетеді. Жақта ма? Жақ, дәгмен көбейтіп, ладно, бүйте салайыншы балалар. Басты қатты жүрдім мен. Так, 10 бүтін 40-тан 1 көбейтілген 10 бүтін
40-тан 1. Так, мына жақта бұл бізде так 100-ден көп бола ма салыстыру керек, бұл бізде так мына жақта 401 бөлінген 40, 401 бөлінген 40. Бұны қалай салыстырып болады? Так, 401 так балалар, мына жақта бәрібір де мынау бізде бәрібір де балалар неден кіші болады? 101-ден кішкентай болады. Өйткені 100 бүтін бір нәрсе деген шығады. 100 бүтін бір нәрсе. Так, ладно. Балалар, мына жақта логически примерно түсінуге болады. Мына 101-ден кіші болатын екен. Мына жақта 101 болады, мына жақта бәрібір де 101-ден кіші сан шығады. 101-ден кіші сан шығады. То есть 100 бүтін бір нәрсе деген шығады. Сондықтан мына жақта мына баған көбірек болады балалар. А болады жауап. Теңдік дұрыс орындалатын x-ті табыңыз дейді. Так, x тең болады мына жақта 11-ге мынаны көбейтеміз. 15 көбейтеміз, бөлеміз 165-ке. Так, 165 мынаға бөлінген кезде 11 болады, 11-ге 11 қысқартқан кезде мына жақта 1 шығып тұр. Ал мына жақта x неге тең болады екен? 33-ті көбейтеміз 2-ге, бөлеміз 44-ке. 11-ге қысқартсақ мында 3, мында 2, так 4. Мына қысқартсақ 2, 3-ті 2-ге бөлсек 1,5. Сонда бұл бағамызда мына жақта сәл көбірек екен. 145 санының бөлгіштерінің қосындысы. Так, бізде 145 саны қандай сандарға бөлінеді? 145. Ол бізде 5-ке бөлінеді, дұрыс па? 1-ге бөлінеді, енді бірінші очерк. 5-ке бөлінеді, 5-ке бөлсек 29. Сосын өзіне бөлінеді 145-ке, басқаша жоқ сияқты. 122 саны. Бұл бізде 122 бөлінеді 2-ге. Так. То есть 122 бізде күте тұрыңдар. Бұл 1-ге бөлінеді, 2-ге бөлінеді, 2-ге бөлсек 61. 61 ешнәрсеге бөлінбейді. И сосын 122 өз-өзіне. Сонда тең болып тұр, бөлгіштердің саны. Так, мына жақта x-ті табу керек, бұл жерде логика. Мына жақта плюс 2 болып тұр, плюс 4 болып тұр, плюс 8 болып тұр. 2, 4, 8, одан кейін плюс 16 болу керек, значит x-іміз тең 31-ге. Так, мына жақта плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5, плюс 6, плюс 7, плюс 8 болса, y тең болады 36-ға. Көріп тұрғанымызда бұл бағамызда көбірек. Так, миллиметр квадрат, так, дециметр квадрат, сантиметр квадрат, метр квадрат. Так, мына жақта бәрі перемешку етіп жатыр екен, сондықтан бәрін балалар біз сантиметр квадратқа айналдырсақ, Так, мынаның 1 метрде 10, то есть 1 сантиметрде 10 миллиметр бар. Ал квадрат болатын болса, балалар, мына квадрат болса, бұл жерде 10-ның да квадрат, яғни 1 сантиметр квадратта 100 миллиметр квадрат болады. Сондықтан бұл жерде 2 нөлін азайтып тастаймын, жойып тастаймын, яғни 1250 сантиметр квадрат болады. Қосылған мына дециметрде тоже самое, 1 дециметрде, бірақ бұл жерде дециметр үлкенірек, 10 сантиметр бар, квадрат болады. Мысалы, мына жақта да квадрат, яғни 100. Мынаны 100-ге көбейтетін болсақ, өтір бір рет жылжиды және 0 қосылады. 1250. Сонда қосатын болсақ, 2500 сантиметр квадрат шығып тұр. Так, мына жақта мынау түсінікті болған түспейміз. Мынаған 1 метрде 100 сантиметр, дұрыс па? 100 сантиметр. Енді квадрат болса, мына жақта да квадрат болады, яғни 1 метрде 1 метр квадрат 100-ге көбейтсек бізде 10.000, дұрыс па? 10.000 сантиметр квадрат. 10.000-ға көбейтсек мына жақта 4 нөл жылжиды. 1, 2, 3, 4. Яғни мынау тоже 1250 сантиметр квадрат болады екен. Қоссақ қайтадан 2500 сантиметр квадрат шығып тұр. Екі жақта да бірдей шықты, көріп тұрғандай С болады бұл жақта жауап. Енді мына жақты қарайық. Так, миллиметрді сантиметрге айналдырайық, ыңғайлы болу үшін де мынаны алып тастайық. Сол кезде осындай болып тұр да мына жағы. Енді так, мына жақта метр сантиметрге айналдырған кезде балалар мына 2 нөлге мына уже сантиметр болып кетті. Метрге айналды, метрден сантиметрге айналған 100-ге көбейтемін, мынаны 100-ге өткен кезде балалар өтір 2 рет жылжиды. 1, 2, яғни осы жерге барып тоқтатып өтіреміз. Мына жақта километр сантиметрге айналған 5 нөл, яғни 100-ға көбейтеміз, 5 нөл 5 рет жылжиды. 1, 2, 3, 4, 5. Мынау яғни 175 сантиметр, мынау 3004, мынандай осындай сантиметр. Көріп тұрғанымызда мына жақта бәрібір де осы жақта көбірек болады, любом случае. Сондықтан А болады мына жақта жауап. Жазыңқы бұрыштың градустық шамасы 180, бұрыштың ішкі бұрыштардың қосындысы, ол да 180 болу керек балалар. Сондықтан С болады.
Қабырғасы 2 см шаршы, боялған бөліктің ауданы. Мына жақта сурет бар ғой, значит, астында. Так, қалай шығарамыз? Так, қабырғасы 2 см болса, так, боялған бөліктің ауданын табу үшін балалар міне квадраттың ауданын азайтамыз. Мына дөңгелектің ауданы, жарты дөңгелектің ауданы. Квадраттың ауданы бізде неге тең? Квадраттың ауданы 2 көбейтілген 2, яғни 4-ке тең. Ал мынау шеңбер болса, шеңбердің радиусы центрі осы жер болады, мына жарты шеңбер радиусы мына жер болады, яғни радиусы 1-ге тең екен. Пиді 3 деп алсайықшы. Так, сонда мынау дөңгелек неге тең? Жарты дөңгелегіміз пи r квадрат, яғни пи деген 3-ке тең, радиус ол 1, оның квадраты 1 квадрат. Осыны 2-ке бөлу керек еще. Сонда бұл жерде 3 шығады, 2-ке бөлсек 1,5. 4-тен 1,5 азайту керек. 1,5-ды азайтамыз. Сонда мына боялған бөліктің ауданы 2,5 шығып тұр. Енді мына жаққа қарасақ, мынанікі 4 болса, s мынау 16 болып кетті, Мынау бірақ бір шеңбердің 4-тен 1 бөлігі. Так, шеңбердің ауданын табу үшін пи r квадрат, пи 3-ке тең, радиус неге тең? Радиус мынау шеңбердің 4-тен 1 болса, шеңбердің радиус ортасымен жер, радиус онда бізде 4-ке тең. 4-тің квадраты ол 16 болады. Бөлеміз 4-ке, өйткені бұл 4-тен 1 бөлігі. 2 сонда 4 12 шығып тұр. 6-тан 12-ні азайтамыз 4. Сонда көріп тұрғанымыздай b бағанымызда боялған бөліктің ауданы көбірек екен. Негізі логичный түсінуге болатын еді, b деген үлкен ғой. Сол үшін солай түсінуге болады негізінде. Қатты қиындатып жібердік есепті. Енді мына жерде так, x тең 50 болатын болса, мәнін есептеңдер дейді. X тең 50 болса, мына жақта бірінші азайтып алайықшы. Азайтып алсақ, 8x, 8x 2-ке бөлсек 16x. То есть 16 көбейтілген 50. Мына жақта шы. Так, 25 азайтсақ, 175 көбейтілген 5. Так. 175 көбейтілген 5, 16 көбейтілген 50. 16-ны 50-ге өтсек, 800 болады, ровно. Мына жақта 800-ден көп болады, өйткені біз жоқ 175-ті 5-ке өтетін болса, бізде 875 дейді. 875 болса, значит, онда мына b жағымызда көбірек. 5-дің 4 дәрежесі 25-дің 2 дәрежесі 2 тең болады, өйткені 5-ті былай көбейтсек, балар ол мына 2-ін көбейтіп жіберсек, 25, мына келесі 2-ін көбейтсек, тоже 25. 25 көбейтілген 25, мына жақта ол 25-дің 2 дәрежесі, яғни c болады. Так, жарты сағат деген 30 минут, оны 60-қа көбейтеміз секундқа айналдыру үшін, сонда 1800 секунд. Көріп тұрғанымыздай b да көбірек екен. a-ның орнына бір сан алайықшы, 0 мен 1-дің арасында жатқан, яғни 0,5 деп алайық. Сонда мында 0,5 астында 2 көбейтілген 0,5. Қысқарта салайық. 2-ден 1 шықты. Так, мына жақта да негізінде балалар мына а мен а қысқарып кетеді, 2 шығады. Мына жақта а қандай болса да без разницы. Сондықтан да мына жақта балалар b болады. Так, енді 8-ге көбейткенде 64 болатын сан ол 8, 4-ге көбейткенде 28 болатын сан ол 7. Сондықтан а болады жауап. Коэффициенттерді салыстырыңыз. Коэффициенттер болса, әріптер бізге керек емес, әріптерді өшіріп тастаймыз. Так, енді мынаны 3-ке көбейтетін болсақ неше шығады? Так, 7,185 көбейтілген 3, ол бізде 23,155. Мына жақта, енді мына жақта 0,15-ке бөлген кезде балалар, кез келген зат 0,15-ке бөлген кезде ол 2 есе көбейеді. Өйткені 0,15 дегеніміз ол 2-ден 1. 2-ден 1-ге көбейткен кезде бұл көбейтуге айналған кезде былай 2 болып кетеді ғой. Сондықтан 2-ге көбейте салған дұрыс. 12,125-ті көбейте салсын беді 2-ге просто. Сонда сендерде 24,15 шығады. Яғни көріп тұрғанымызда b да көбірек. Так, келесі 20-сын есеп, мына жақта 2-ін қосатын болсақ, бізде неше шығады? Так, мына 2-ін қоссақ 53 шығады, 53 көбейтілген 5. Мына жақта 52 көбейтілген 4. Мына көріп тұрғанымыздай а да көбірек. А деген -1 мен ненің арасында жатыр дейді, салыстыр дейді. Балалар, мына жақта салыстырып қатты керек бе екен? Мына жақтан модульден бізде бәрібірде қалай айтса болады. Ладно, салыстырып көрсек, а-ның орнына біз -0,15 қойып көрейікші, сонда не болады екен? Мына жақта сонда 2 көбейтілген, бәрібірде мына жақта 0,15 шығады. Мына жақта -4 көбейтілген -0,15. Көріп тұрғанымызда міне 2 қысқарады, бірақ мына жақта -1, 2, мына астына -4 көбейтілген -1, 2 бөлінген 4.
Получается 2-ден 1 деген жауап шығып тұр. Мына жақты қарасақ, негізі мына екеуін қысқартып жіберсек болады 1-ден. Сонда 4 бөлінген -2 ол бізде -2-ге тең. Көріп тұрғанымыздай ада балалар көбірек екен. Центнерді килограммға айналдырайықшы. Бірінші сол кезде 100-ге көбейтсек, мынау 2 рет жылжиды, яғни 7,8 килограмм. Енді оны 1000-ға көбейтсем, балалар 7800 грамм болады. Сонда мына бұл жақта көбірек болып тұр екен. Енді мына жақта килограммға айналдырайық, түсінікті болу үшін да. Так, сонда мынаны 2-ге көбейтсем, 2 рет жылжиды, 100-ге көбейтсек, 2,5 қосылған 9,5. Ол бізде неше болады? 12 килограмм. Мына жақташа тоже 2 рет 1, 2, сонда 4,5. Мына жақта 3 нөлін алып тастаймыз, 55 болып кетті. Мәсаған, онда уже түсінікті сразу Б жаққа көбірек. Так, мына жақта енді сантиметр, дециметр, квадраттар көбейіп кетті что-то бүгінгі есепте. Кеттік сантиметр, дециметр. Так, мынау бәрін неге айналдырсақ, сантиметрге айналдырсақ, бағанағы сияқты. Мынаны балалар естерінде болса 100-ге көбейтеміз. Сол кезде так 1,0, мына 1 рет жылжытсам, сосын 1,0 қосам. Получается 10,050 қосылған 75,000. Осындай болып тұр. Мынау балалар бұны мен неге 1 метрде 100 ғой. Сондықтан квадрат болса 100-ге көбейтемін, яғни 4 нөл жалғайсыңдар бұнда. Яғни осындай 20,000 сантиметр квадрат болды. Қосылған. Так, мынаның тек қана 2 нөлін аласыңдар, сол кезде мына неше? 50,000 сантиметр квадрат. Енді көріп тұрғанымыз мына жақта 70,000, мына жақта қанша? 80,050. Сондықтан А да көбірек болады. Километр сағатты, так, мына жерде метр минутына дейді. Мынаны 60-ға бөліп тастау керекпіз, секундқа айналдыру үшін, иә? Или былай істесек те болады. Так. Мынаны осынша метр дейміз, оны просто 60-қа бөліп тастаймыз. Сол кезде ол метр минутқа айналады балалар. Типа, қанша метр минутына бөлу үшін сол 60-қа бөле саласыңдар. Так, мына 0 мен 0 кетеді, иә? 6 мен мынаны қысқартсақ, неше болады мында? Так. Так, мында 18 болады, иә, 18. Получается. Так, мына жақта 1800 метр минутына. Көріп тұрғанымыздай, Б да сәл көбірек екен балалар. Так, мына жерде мына минус пен мына минус жойылады, сыртқа плюстан шығады. Мына жақта да жойылады, мына минустар сыртқа плюстан шығады. И қосылған кезде қай жақта көбірек? Мына жақта неше бүтін болады? Мына жақта 15 и 16 бүтін болады. Мына жақта 14 бүтін болады. Сондықтан 1-ден А деп белгілей салайық. Келесі мына жерде -4, 5 нүктелердің ортасы болатын Б нүктесінің координатасы. Ортасының координатасын табу үшін мына екеуін қосамыз, иә? И бөлесе аласыңдар 2-ге. Қоссақ мында 1 бөлінген 2, 0,5 деген осындай шықты. Так. Ол 4-ге тең болса дейді. Мына жақта балалар сәл түсініксіз, өйткені М деген нүкте бар мына жақта, иә? Оның координатасы -3,5 дейді. L деген нүкте бар, оныкі 4 дейді. Яғни L деген мына жақта болуы мүмкін, L деген мына жақта да болуы мүмкін. Сондықтан бұл жақта нақты айтпаған. Яғни 4 см былай жүретін болсақ, ол бізде мынандай болады, иә? Ал 4 см былай жүрсек, ол бұл мынандай болып кетеді. Сондықтан да бұл жақта D болады. Олар нақты берілмеген қай жақта орналасқан. Так, мынау бізде қосатын болсақ, қалай болады екен? Бұл жерде былай салыстырсақ болатын шығар деп ойлаймын балалар. Так. Екеуін қоссақ. Так, енді балалар мына жақта мыналар ортақ бөлім беріп отса, қазір ұзақ уақыт кетеді. Біз салыстырудың жолын үйренсек, иә? Так, мына жақта 11-ден 1, 23-ден 1 деген бөлшектер, олар кішкентай бөлшектер. То есть 1-ді 11-ге бөлеміз, 1-ді 23-ге бөлеміз. Так. Бұна екеуіне қатты мән бермей қойсақ, бұлар кішкентай сандар, слишком. Мына 3 бөлінген 13, 3 бөлінген 7, қайсында көбірек болады? 3-ті 13-ге бөлген көбірек, 3-ті 7-ге бөлген көбірек, 3-ті 7-ге бөлген намного көбірек болады, жарай ма? Намного больше. Сондықтан мына жақта біз сәл басымдылықпен мына Б жағы үлкен деп ойлап осылай істей берсек болады, жарай ма? Енді келесі 29-шы есеп. Мына жақта x үлкен нөлден дейді да, x-тің орнына 10 қойсақ неше болады? Мына жақта 70-75 болады да. X-тің орнына мына жақта 57 болады. Ал x-тің орнына 1 қойсақшы. Мында 12, мында 12. Екі түрлі жауап шығып тұр, да болады. Так, километр квадрат, гектар.
Так, километр квадрат. То есть 1 километрімізде 1000 метріміз бар. Дұрыс па? 1 метр. Мына жақта квадрат болса, да, то есть мына жерде емес, мына жақта квадрат болса, онда мына жерде де квадрат болады. 1 километр, получается 1000-ды өз-өзіне бөлсек 1 миллион болады. 1 миллион метр квадрат болады. 1 миллион деген 6 нөл болғандықтан мынаны 6 рет жылжыту керек. 1, 2, 3, 4 рет жылжытып, сосын 2 нөл қосам. Міне, 2 нөл қосам. Осындай болды. Енді 1 гектарда балар жатқа бөлу керек 10.000 метр квадрат бар. То есть мына жақта 4 нөл болғандықтан мына 4 рет жылжыту керек. 1 рет жылжытам, сосын 3 нөл қосам. Получается 125.000 метр квадрат. Сондықтан бізде бада сәл көбірек болып тұр. Жақсы балалар, міне бүгінге бүкіл есептердің талдауы осы.